Сәлем әлем, сіздермен бірге Хопи Алмат қызы. Қазір осында яичный роллы дайындаймыз. Ал кеттік. Ол үшін бізге 3 крабовые палочки, 100 грамм сыр, укроп, 4 жұмыртқа, майонез немесе қаймақ қажет. 4 жұмыртқаны жарамыз, оған тұзды саламыз да араластырамыз. Осында яичная смесь шығады, оны сковородкаға май құйып, қыздырып, яичный смесімізді екіге бөліп қуырамыз. Осында 2 дөңгелек блины шығады. Енді осы блиналарымыздың ішіне 3 крабовый палочкамызды осылай алдырып ашып, үстіне қоямыз. Одан соң теркадан өткізілген 100 грамм сырымызды үстінен себеміз. Укроп сеуіп, майонез жағамыз. Менде дәл қазір майонез болмай тұр, сол себепті қаймақ және де творожный сыр салып, осылай ораймын. Осылай рулетик қылдырып ораймыз. 2 рулетик шығады. Оны пышақпен бөліктерге роллы қылдырып бөлеміз. Яичный роллымыз дайын болды. Осындай тез жасалады, әрі дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал маған видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің жаңа видеоларымды ең бірінші болып көру үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған White Baby. Қош сау болыңыздар.